Привет. Привет. Мне больше некуда идти. Ну, проходи. Негізі өмір бумеранг деген нәрсеге сенесіздер ма, достар? Мен сенем. Неге десеңіздер, бүгін сіздерге айтып берейінші деп шештім. Осыдан мен үйленбей тұрып қой, енді отбасын құрмай тұрып, бірінші рет үйленбей тұрып, бір таныс жігіт бар еді, мен де жақсы араласатын едім. Сол жігіт бір рет үйленді де ажырасып кетті, екінші рет үйленіп ажырасып кетті. Сол ажырасып кеткеніне мен күлгем кезіндеш. Осы адамдар нағып ажыраса береді деп. Екінші рет ажырасып кетті деп күліп, сол адамды өсектегем. Сөздің шыны керек, мен шынын айтып жатырмын ше. Сол адамды өсектегем. И сол нәрсе менің өзімнің басыма келді ғой. Бүгін ойланып отырып, мен неге солай істедім деп өз-өзіме қатты өкіндім да. Өмірде біреуге күлмеу керек екен, достар. Өйткені мынадай бір хадис бар ғой. Егер дейді біреудің басында болған күнәға күлетін болсаң, оны келемеж дейтін болсаң, сол нәрсе өзіңнің басыңа келмейінше өмірден өтпейсің дейді. Бұл рас екен негізі. Сондықтан да біреуге күлуден аулақ болайық. Қазір ешкім жетісіп жүрген жоқ ағайын. Қазір біреуге күлетін заман емес. Керісінше біреу сүрініп жатса дұға етейік. Біреу жаңағы биікке шығып жатса сол үшін қуана білейік. Көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды. Өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңені сұрамайды дейді. Біреу үшін қуана білу, біреу сүрінгенде сол үшін дұға ету, ол ең мықты, ең батыр адамның ісі деп ойлаймын. Сондықтан да жасаған әр қателіктерімізден сабақ алып үйренуіміз керек екенін мен енді түсініп жатырмын. Сондықтан да құрметті достар, құрметті оқырмандар, біреудің күнәсіне күлуді қойыңыздар, біреудің күнәсіне күлмеңіздер. Керісінше сол адамға артынан дұға етіп қойыңыздар. Сол өйткені өз басымнан өткен жағдай, біреуге күлемін деп, сол нәрсе өзімнің басыма келді. Сондықтан да аман болайық ағайын. Жақсы көрем бәріңізді. Баршаңызға сәлем. Бүгін Get Ready With Me тікелей эфирға. Мен өзім жұмыстан шаршап елікке түстіп келдім. Ой, саламатсыз. Қалайсыз? Жақсы. Мен бүгін эфирға осындай қызыл көйлек киемін. Қазірге түсініксіз, что это? Короче, вот такое вот у меня платье. И я вот думаю, может собрать волосы или оставить хвостик. Не знаю, сейчас решим. И мен өзіме всегда пудра алып жүремін, потому что прямой эфирда бізде бетіміз қаттандай жылтыр болмау керек. Из-за этого бізге хайлайтер қолдануға негізі болмайды. Бірақ мен мұрныма жаққан болатынмын таңертең. Сол қалып кетті. Қазір судан құтыламыз. Мен